дайынбыз ба? Олай болса балдар сабақты бастамас бұрын топқа бөліп алайық. Мына жерден бір карточка аламыз да, балдар осы карточкалар бойынша топтарға отырамыз. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті мұнда, ЕНО мұнда және Әл-Фараби атындағы университет мұнда отырамыз. Яғни алғанда балдар бір карточка аламыз. Балдар топқа бөлініп болса, онда биыл Құдай қаласа 11-ші класспыз. Бір-бірімізге бір жақсы тілектер айтайық. Мұхит бастай ғой. Осы биыл 2020 түлектер алда келе жатқан ұбт-дан барлықтарын 140 бал алды. Жоғары жинады. Керемет, жақсы, ал қайда? Барлығына өмірдегі баршылықты тілеймін, әркімдеріңізге тілектер толы. Өте керемет, жақсы. Ал Абзал? Барлықтарының бірінші дәрісі ұбт-ға жақсы дайындалып, барлығымыздың аузымызда тек 140 балы, соны алып кетейік барлығымыз. Керемет. Барлықтарға мықты денсаулық тілеймін және алдағы МТ-ға жақсылап дайындалып, грант иегері болуға тілектеспін. Керемет. Ал Мария? Барлықтарымыз қалаған оқу орындарымызға түсіп кетейік. Барлықтарға өздері бар махаббатын тілеймін. Барлық арман мақсаттарына жете берулерін тілеймін. Ал Бамбарбек? Қалаған оқу орындарына түсіп, аңсаған армандарына жетіп, өз мамандықтарының иегесі болуды. Ой, керемет. Ал Ахмет? Менің де бар тілегім осы, бәріміз грантқа түсіп кетейік. Керемет. Барлықтарға көңілдеріне сәттілік және де алдағы ұбт-дан жоғары бал жинап өздері мамандық иелерінде болуларына тілеймін. Барлықтарға ұбт-дан жоғары бал жинап. Керемет. Барлықтарына ата-аналарының үмітін ақтап, гранттан түсулеріне тілектеспін. Жақсы, керемет. Осы тілектердің бәрі орындалсын деп ниет етеміз бәріміз. Жолымыз ашық. Осы балдар бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Дәптерлерімізді ашып бәріміз жазамыз. Бүгін 30-2023 жыл. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сан логарифмі және оның қасиеттері. Сабағымыздың мақсаты санның логарифмін, ондық және натурал логарифмдер анықтамаларын алды. Сабағымызды жаңа сабақ бастамас бұрын үй тапсырмасын тексеріп алайық. Үй тапсырмасын қазір досыңды тексер айтса арқылы тексереміз. Яғни жанымыздағы досымыз екеуміз дәптерімізді бір-бірімізбен алмастырайық. Қазір балдар алмастырып алайық. Мен 3 топқа да қазір бағалау парағын беремін. Топ басшысы кім қанша бал алып жатыр, мына сол жерде көрсетіп қойғанмен қай тапсырмаға қанша балдан қою керек, соған қарай бағалап отырамыз. Ал балдар үй тапсырмасын тексеріп болсақ, бағалау парағына бағалап отыруды ұмытпаймыз. Онда жаңа сабақты бастаймыз. Бүгінгі жаңа айттым, бүгінгі сабағымыз санның логарифмі және оның қасиеттері. Яғни анықтама 10 және 1-ден өзгеше А негізі бойынша бұл 10 санның логарифмі де В саны алынатындай А саны шығарылатын дәреженің көрсеткішін айтамыз. Яғни логарифмнің жазылуы бұлай жазылады екен балдар. Бұның оқылуы негізі А болатын В санының логарифмі X-ке тең. Қайталаймын. Негізі А болатын В санының логарифмі X-ке тең. Мысалы балдар, қараңдар. Негізі 5-ке тең болғанда 25, 625 және 125-тен бір сандарының логарифмін табайық. Мысалы, қараңдар. Негізі 5 болатын 25 санының логарифмі 2-ге тең. Себебі 5-тің 2 дәрежесі квадрат, яғни 25-ге тең. Дәл сол сияқты негізі 5 болатын 625 санының логарифмі 4-ге тең. Себебі 5-тің 4 дәрежесі 625-ге тең.
Негізі 5 болатын 125-тен бір санының логарифмі минус 3-ке тең. Себебі 5-тің минус 3 дәрежесі 125-тен 1-ге тең. Түсіндік қой балалар, оқылуын, жазылуын. Ал осы санның логарифмінің анықтамасы бойынша мына теңдік шығады екен. Яғни А негізі санның логарифмі дәрежесі ол бұға теңдігі шығады екен. Мына теңдік шығады екен. Бұл теңдікті біз логарифмнің негізгі тепе-теңдігі деп атайды екенбіз. Түсінікті ғой. Бұған мысалдар келтіретін болсақ, мынадай мысалдар келтіруге болады екен. 3 негізі 27 санның логарифмі дәрежесі ол 27-ге тең. Тура сол сияқты 5 негізі 125 санның логарифмі дәрежесі 125-ге тең. Логарифмнің біраз қасиеттері бар екен. Соның негізгі қасиеттерін қазір бір айтып өтейік. Бірінші қасиеті негізі А болатын А санының логарифмі 1-ге тең. Мысалы айтып өтетін болсақ, негізі 3 болатын 3 санының логарифмі 1-ге тең. Себебі 3-тің 1 дәрежесі бізде 3-ге тең. Түсінікті ғой балалар, екінші қасиеті негізі А болатын бір санның логарифмі 0-ге тең. Мысалы айтып өтетін болсақ, негізі 7 болатын бір санның логарифмі 0-ге тең. Себебі 7-нің 0 дәрежесі 1-ге тең. Дәл сол сияқты кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең болғандықтан бұл қасиет әрқашанда орындалады. Түсінікті ғой. Енді үшінші негізі Б болатын Б және С сандарының көбейтіндісінің логарифмі бұл мына теңдікке тең екен. Яғни негізі А болатын бұл санның логарифмі қосу негізі А болатын С санның логарифмі. Түсінікті ғой, қатынастың логарифмі, яғни бөлудің логарифмі, ол тең болады екен. Мысалға, негізі А болатын А санның логарифмі минус негізі А болатын С санның логарифмі. Негізі А болатын бұның n дәрежесінің логарифмі, ол мына n дәрежесі бұл теңдіктің алдына түседі екен. Теңдіктің алдына түседі екен да, мынадай теңдік пайда болады екен. Және бұл қасиеттің негізі А болатын X санының логарифмін біз мынадай қатынас түрінде жазуға болады екен. Негізі бұл болатын X санның логарифмі бөлінген негізі бұл болатын А санның логарифмі. Оған келесі сабақтарда және бүгінгі сабақтарда есептер шығару арқылы тағы ары айтып өтеміз. Қазірше тағы да енді балдар, егер логарифмнің негізі 10 болатын болса, біз ол логарифмді 10-дық логарифм деп айтады екенбіз, оны былай жаза алады екенбіз. Яғни ортадағы О жазылмайды екен. Ол қай кезде? Жаңа логарифмнің негізі 10 болған жағдайда. Түсінікті ғой. Негізі Е болатын санның логарифмін біз натурал логарифм деп атайды екенбіз. Яғни негізі тұрақты Е саны болатын логарифмді біз натурал логарифм деп айтады екенбіз, оны мына белгімен жазады екенбіз. L деген белгімен жазады екенбіз. Түсінікті ме балдар? Олай болса қазір біз есептер шығарайық. Кітаптан 20-да бірінші есепті қазір жаңағы оқу бойынша оқимыз. Оқумен жұмыс. Және кім жылдан тез оқиды, кім жылдан айтсам. 20-да бірінші есепті. Мына сандарды негізі 3 болатын логарифмнің табыңдар. Кім бастайды? Алдарыға бірінші негізі 3 болатын бір санның логарифмі 0-ге тең. Өте дұрыс, жақсы. Себебі дарыға? Себебі бұл логарифмнің екінші қасиеті. Жоқ. Себебі 3-тің 0 дәрежесі 1-ге тең. Дұрыс. Екінші, алаңның негізі 3 болатын 9 санның логарифмі 2-ге тең. Керемет, жақсы, өте керемет. Ал, мұхит. Негізі 3 болатын 81 санның логарифмі 4-ге тең. Жақсы. Асел. Негізі 3 болатын 243 санның логарифмі 5-ге тең. Жақсы, керемет. Келесін. Ал, Аржан. Негізі 5 болатын 3 болатын. Негізі 3 болатын 123 санның логарифмі минус 3-ге тең. Қате оқыдық барасың. Мақұл, жақсы. Негізі 3 болатын
3'ten 1 sanның логарифмі минус 5. Жақсы. Келесін тағы да. Ағаларына оқиды. Негізі 3 болатын 27-тен 1 санның логарифмі минус 3 кетеді. Жақсы шығамыз. 20-да екінші есепке шығамыз. Кім шығарды? Есептеңіздер дейді. Ал аяжан шыға ғой. Мұхит шыға ғой. 20-да 2-ның негізі 2 болатын 16 санның логарифмі 4-ке тең. Жақсы, керемет. Ал мұхит сен оқи ғой. Негізі 0,2 тең. Негізі 0,2 сан болатын 0,4 санның логарифмі 2 кетеді. Өте жақсы, керемет. Келесіне ал Марияға шығамыз. Мария шығады. Мария шығамыз. Негізі 3 болатын 81-де 1 санның логарифмі 4-ке тең. Жақсы. Негізі 3'тен 1 болатын 9 санның логарифмі минус 2 кетеді. Жақсы. 3'тен 1 сәт төмендеп жазу керек. Дұрыс отыра ғой. Келесіне. Негізі 23 болатын 1 санның логарифмі 1-ке тең. Жақсы. Негізі 5 болатын 120-де 1 санның логарифмі минус 3-ке тең. Жақсы. Өте жақсы. 20-да 4-ші есеп. Төмендегі көрсеткіштік теңдіктерді логарифм арқылы жазамыз. Енді теңдіктер арқылы берілген. Біз соны логарифм арқылы жазуымыз керек. Кім шығады? 20-да 4-ші есепке шығамыз. Аларжан. Және екіншісіне. Ал мұхит шығамыз. Шетке тұрып оқи ғой. Негізі 3 болатын 729 санның логарифмі 6-ға тең. Өте керемет, жақсы. Өте керемет. Отыра ғой. Келесіне. Мұхит оқи ғой. Негізі 4 болатын 24 санның логарифмі 5 кетеді. Өте керемет, жақсы. Келесіне. 4-шісіне. Негізі 10 болатын 10 санның логарифмі 4-ке тең. Себебі 10-лық болған кезде ортада О жазылмайды және оның 4 дәрежесі 10-ға тең болады. өте керемет, жақсы отыра ғой. Ал аяжан көрейік. Негізі 2-де 1 болатын 18-де 1 санның логарифмі 5-ке тең. 5-ке тең ба? Жақсы. 5-шісіне Арнемен Дарияға шығарғанда 5-пен 6-ға. Мыңнан 1 санның логарифмі минус 3-ке тең. Жақсы. Негізі 3-тен 2 болатын 27-де 8 санның логарифмі 3-ке тең. Жақсы, керемет. Отыра ғой. Жақсы. 3 есепті де өте керемет орындап балдар. Енді қазір топтық жұмыс орындаймыз. Топтық жұмыста айналмалы бекет әдісі арқылы мен оқулықтан 3 тапсырма берем. Сол 3 тапсырманы 3 топ орындаймыз. Бірге отырып, бірлесе отырып, сосын айналмалы бекет арқылы бір-бірімізге түсіндіреміз. Түсінікті ғой балдар. Қазір 20-да 3-ші есептің біріншісі оқу тобына, екіншісі ену тобына және үшіншісі Әл-Фараби атындағы университет тобына береді. Ал балдар орындаймыз. Бірлесе отырып Үшіншісі, оқу тобына біріншісі, ену тобына екіншісі және Қазақ ұлттық университетіне үшіншісі. Осыған қарап отырып, қайсы қасиетті қолдандық, қалай шығарамыз, соны қолдана отырып шығарамыз.
Жақсы. Әл-Фараби атындағы университет аяқтады. Қазір мыналар күте тұрайық. Оқу тобы аяқтады. Олай болса, топтық жұмысты аяқтасақ, мынау Әл-Фараби атындағы топ сағаттың бағыты бойынша оқу тобына түсіндіріп келе ғой. Ағылып түсіндірем дейді. Жаңа ағылып қалай шығады, қай қасиетті қолдандық, айта ғой. Бізге негізі 3 баланың логарифмі дұрыс, негізі 3 баланың 2-9 санының логарифмі берілген. Біз бұл жерде бірінші төртінші қасиетті пайдаланып, 8-ді 4-ке бөлдік, сонда бізде 2 саны шықты. Одан кейінгі бізде 5-ші қасиетін қолданып, негізі 3 болатын 2-9 санына көбейткенде, бізде негізі 3 болатын 9 саны логарифмі шықты. Онда бізде 3-тің 2 дәрежесі 9-ға тең, сондықтан негізі 3 болатын 9 саны логарифмі. Керемет, жақсы, өте жақсы. Керемет, ал оқу тобынан кім түсіндіреді? Оқу тобынан ал дариға ену тобына барамызда өзіміздің шығарған есебімізді түсіндіреміз. Біз бұл есепті логарифмнің 4-ші қасиетімен шығардық. Яғни бұл жерде негізі 5 болатын 22 санның логарифмінен аламыз. Негізі 5 болатын 11 санның логарифмінен, және де негізі 5 болатын 10 санның логарифмі ол тең болады. Негізі 5 болатын 11-де 22 санынан аламыз. Негізі 5 болатын 10 санның логарифмінен ол тең болады. Негізі 5 болатын 2 санның логарифмінен, және де негізі 5 болатын 10 санның логарифмінен ол тең болады. Негізі 5 болатын 5-тен 1 логарифмнің саны ол тең болады 1-ге. 5-тен 1 санның логарифмі ол қаншаға тең болады? 1-ге тең. 1-ге ма? 1-ге. Жоқ. Негізі 5 болатын 5-тен 1 санның логарифмі. Жақсы. Соңында бір ғана жерде қателік бар, мейлі. Жақсы. Енді ену тобынан келеміз. Осы университет тобына түсіндіре қоямыз кәні. Бізге есепте негізі 2 болатын 7 санның логарифмінен, негізі 2 болатын 63 санның логарифмінен, және оған қосылған негізі 2 болатын 36 санның логарифмінің туралы есеп берілген, және бұл тең болады. Негізі 2 болатын 63-тен 7 санның логарифміне, негізі 2 болатын 2-тен 1 санның логарифмі, және оған қосамыз негізі 2 болатын 36 санның логарифмі. Бұл тең болады. Негізі 2 болатын 4 санның логарифмі тең 2-ге тең болады. Жақсы, керемет. Жақсы, орынға. Жақсы, 3 топта өте жақсы орындаған. Олай болса балалар, бүгін сабақ уақыты жақындап келеді. Бүгінгі сабағымыздың мақсатына жеттік деп ойлаймыз. Керемет. Бағалау парағы бойынша мен сендерді бағалап кетсем бүгінгі сабақ бойынша. Ал бүгін мұхит өте жақсы қатысты. Мұхитқа 9 балл, өте жақсы. Дариғаға 10 балл, жақсы. Даяна 9 балл, және Аружан 9 балл. Бүгін оқу тобы өте жақсы қатысты сабаққа. Керемет. Ал Бағдәулет бүгін 7 балл, Мадияр 8 балл, Аяжан 9 және Әсер 10 балл. Керемет. Жақсы. Ал Ағнет бүгін 7 балл, Өркен 6, Ерзат 6, Ағнұр бүгін өте керемет 10 балл. Сабағымызды балдар осымен аяқтаймыз. Қазір алған карточкалеріңе бүгінгі сабақ бойынша нені жақсы игердім, нені жақсы үйрендім, нені үйренбей қалдым, нені түсіне алмадым, яғни және нені білгім келеді деген 4 сөйлеммен бүгінгі сабағымызға рефлексия жазып береміз. Маған беріп кеткен. Бүгінгі сабағымыз аяқталды, сау болыңыз.